Сәлем достар, бүгін француз елінің десерті Пари-Брест тәттісін жасайтын боламыз. Дәмі өте керемет және ауызда ериді. Видеоны соңына дейін қарап, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге керекті азық-түліктер: жұмыртқа, сары май, сүт, ұн, су. Ең алдымен темір ыдысымызға суымыз бен сүтімізді құямыз. Үстіне үй температурасындағы майды салып және шым-шым тұз салып, газға қойып, майын ерігенше күтеміз. Көріп тұрғаныңыздай, десерттің қамыры заварной болады. Май еріген уақытта газдан аламыз. Үстіне бірден ұнымызды саламыз. Мен жарты-жартысын салып, араластырдым. Жақсылап араластырып болғаннан кейін газға қайтадан 3 минутқа қоямыз. Сол кезде кішкене ылғалдылығы кететін болады. Газдан екінші рет алғаннан кейін үстіне жұмыртқаларымызды бір-бірден салып отырып, жақсылап тұрып араластырамыз. Жақсылап бірігуі керек. Араласқан уақытта кішкене қиындық туындатуы мүмкін, бірақ ерінбей жақсылап араластырып шығыңыздар. Дайын болған қамырларды осындай асханалық пакетке салып, пергаменттің үстіне формасын жасап шығамыз. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Піскен уақытқа дейін ішіндегі кремін жасаймыз. Творожный сыр, яғни сүзбелі ірімшіктің үстіне қант ұнтағын салып, екеуін араластырамыз миксермен. Одан кейін сливкиді құйып, тағы да араластырып аламыз. Мінекей дайын болды. Енді ортасынан тура қылып кесіп аламыз. Барлығының ортасын кескеннен кейін ортасына кремімізді және қалауыңыз бойынша құлпынай болмаса банан салсаңыз болады. Салмасаңыз да болады. Өте дәмді болып шығады. Әдемілік үшін қант ұнтағын сепсеңіз, өте керемет болып шығады. Ауызда еритін өте дәмді француз десерті. Жасап көріңіздер үйіңізге. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.